Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен осындай панчо тортының рецептін сіздерге ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Бұл ең оңай торттардың біріне жатқызуға болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушығын басып қойыңыздар. Құрғақ ыдысымызды алып, жұмыртқамызды ішіне саламыз. Үстіне қант қосып, миксермен көпіргенше шайқап алатын боламыз. Ең бастысы, ыдыстарыңыз міндетті түрде құрғақ болуы қажет. Осылай көпіргенше миксермен шайқап алдық. Енді үстіне сұйық майымызды қосамыз. Сүтімізді қосамыз. Тағы да миксермен жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай бізде көпіріп шықты. Енді құрғақ ингредиенттерімізді қосамыз. Ұнымызға какао, қопсытқыш, осылардың бәрін електен өткізіп, 2-3-ке бөліп отырып қосатын боламыз. Енді стандартты противенімізді алып, үстіне пергамент қағазын төсеп, сұйық қамырымызды құямыз. Біркелкі етіп, тегістеп аламыз. Және 180 градуста шамамен 20-30 минуттай пісіретін боламыз. Дайын болған жаңағы спашканы тығу арқылы білуге болады. Егер құрғақ болып шықса, онда біздің қоржымыз пісті деген сөз. Қоржымыз дайын болғанша біз кремімізді дайындап аламыз. Мен осында қаймақты крем жасаймын. Қаймақтың үстіне қант ұнтағын қосамын. Және де миксермен шайқап аламын. Мөлшерлердің бәрі осы видеоның астында жазылып тұрады достар. Енді үстіне мен кішкене осындай сгущенка қосамын. Ол бір ерекше дәм береді, сол себептен қоссаңыздар болады. Бірақ әркімнің өз қалауы. Кез келген креммен істеуге де болады. Бізде осындай сұйық крем шықты. Осы панчо тортына осы сұйық крем жақсы үйлесетін болады. Міне біздің қоржымыз пісті. Осылай тексеріп алыңыздар. Құрғақ болып шықты, дайын болды деген сөз. Әбден суытып алыңыздар. Суып болған соң осылай дөңгелек қылып кесіп алыңыздар астын. Ол бізге жаңағы ең астыңғы бөлігіне керек болады. Енді қалған бөлігін осылай видеода көрсетілгендей кубик қылып турап шығыңыздар. Міне осындай шұңғыл ыдысты аламыз. Ішіне пищевой пленка төсейміз де, осылай бір бөлігін кубиктарымызды кремімізге малып, бір бөлігін салып шығамыз. Ол бөлік жаңағы тортымыздың ең үстіңгі жағы болып шығады. Бір бөлігін салып болған соң мен үстіне грек жаңғағын қосамын. Негізі кез келген жеміс жидектер қосуға болады, өз қалауларыңыз бойынша. Негізі көбісі ананас қосып та істейді. Мен бұл жолы осы грек жаңғағы мен бананды қосып шығамын. Дәмі ерекше дәмді болып шығады. Видеода көрсетілгендей осылай жинап шығамыз тортымызды достар.
Енді үстіңгі бөлігіне жаңа коржымызды саламыз да пищевой пленкамен жауып тастаймыз. Бұны тоңазышқа біз қазір кемінде 2 саатқа қойып қоямыз. Негізі 1 түн тұрғаны дұрыс болады. Міне достар, мен шамамен 5 сағаттай ұстадым. Енді астыңғы бөлігін дұрыстап алу үшін осылай тарелканы қоямыз да осылай төңкереміз, жақсылап аламыз. Өзінің формасын жақсылап тұрып міне ұстаған, ешқандай да жабыспайды. Енді үстіне кез келген кремді жасап, мен сметана крем жасадым, осылай тегістеп шығамыз. Астыңғы жағымен осылай грек жаңғағымен әсемдеп шығамын. Негізі әсемдеу әркімнің өз қалауы. Қалай әсемдесеңіздер де өздеріңіз білесіздер. Әркімнің өз фантазиясына байланысты. Енді үстіңгі бөлігін осылай шоколадпен осы дөңгелектер жасап шыға салдым. Бұл да бір өте ерекше әдемі көрінеді. Міне достар, біздің панчо тортымыз дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шықты. Өте оңай дайындалады. Өздеріңіз көріп тұрғандай міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер видео рецепт ұнап жатқан болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Әйгерім. Назарларыңызға көп рахмет.